Сәлем менің оқырмандарым, бүгін брокколи салатын дайындайтын боламыз. Алдымен брокколи мен гүлді капустамызды біз қайнаған суда 2-3 минутқа қайнатып алатын боламыз. Суға саламыз және оған жарты қасықтай тұз саламыз. Тұзымызды салып, суға батқанына назар аударып, жақсылап қозғап 2-3 минутқа қайнатамыз. Осындай салаттар көру үшін лайк басып қойыңыздар. Саламыз және бұның қақпағын жауып 2-3 минутқа қоятын боламыз. Қақпағын жауып аламын. Мінекей дайын болды. Дайын болған брокколимізді біз табаққа салқын суға 2-3 минутқа қойып аламыз. Өйткені біздің брокколиміз ыстық суда былжырап шығады, сондықтан 2-3 минут осы суда, салқын суда қойып аламыз. Брокколиміз суда тұрғанға дейін біз барлық заттарымызды, тәтті бұрышымызды, мен сары түсін алдым. Сары түс өйткені бізде қиярымыз және қызанағымыз, қиярымыз жасыл, қызанағымыз қызыл болғандықтан мен сары түсін таңдап алдым. Ал сіздер қандай түсін таңдап алсаңыздар да бола береді. Мен көрсеткендей барлығын тураймыз, артық жерлерін алып тастаймыз. Сөйтіп барлығын турап салып аламыз. Мінекей сары бұрышымызды турап болдық. Ал енді қиярымызды турап аламыз. Мен оны 4-ке бөлемін және мынандай етіп турайтын боламын. Қатты әрі болып кетсе де болмайды, және ұсақталып кетсе де болмайды. Дәл осылай етіп басқа қиярларымызды турап дайындап аламыз. Егер осындай салаттардан тағы да басқа да рецептерді көргілеріңіз келсе, менің каналыма өтіп, тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей қиярымызды турап алдық. Дәл осылай етіп біз қызанақтарымызды турап шығатын боламыз. Қызанақтың артық жерлерін алып тастаймыз. Ұзынша тураған әдемі көрінеді, өйткені 4 бұрышты турағаннан осы тураған ұнайды. Турап салып аламыз. Бұл брокколи салаты өте пайдалы және оңай. 5 минутта дайын болатын салаттардың бірі. Мінекей біз укропты тураймыз және кинзамызды турап аламыз. Видеода көрсеткендей тураймыз. Заттарымыздың үстіне алдымен брокколимізді және гүлді капустамызды салып алып, оның үстіне туралған ас көктерімізді саламыз. Және бұл дайын болған заттардың үстіне біз мынандай араластырып аламыз барлығын. Өйткені тұз бұрышқа приправаларын салғанға дейін осындай араластырып алып, және мінекей тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, чеснок және кориандр салдым мен. Сіздер қандай тұздықтар салсаңыздар да өздеріңіз білесіздер, қалауларыңызға қарай. Және бұның үстінен қыздырып тұрған жарты пиала майымды қыздырып қоятын болам. Мінекей осының үстіне сылдыр су болмас үшін соға мен азғантай ғана кетчупты құйдым. Және жақсылап араластырамыз. Араластырып болып, қонақтарға тарта берсек болады. Мінекей мен көрсеткен осы салаттың масалықтарынан 4 тарелка салат шығатын болады. Кез келген қонақты осылай қуантуға әбден мүмкін. Мінекей салатымыз дайын болды. тарелкаға жайғастырып
әдемі етіп дәм ауыз десеңіздер болады. Мінекей біздің ең оңай, ең жеңіл және пайдалы салатымыз дайын болды.